Қазақ зағиптар қоғамына 85 жыл тағдырдың тәлкегіне түскен жандарды заманның ағымына бейімдейтін орталыққа 3000-ға жуық адам мүше. Толығырақ қалдағы сюжетте. Қазақ соқырлар қоғамының Павлодар облыстық бөлімшесі 1937 жылы құрылған. Басты мақсаты оған мүше адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғау. Сонымен қатар зағиптар мен нашар көретін жандарға барынша қолдау көрсету. Выросли до такого уровня за 85 лет. 85 жыл ішінде біз осындай деңгейге жеттік. Бізде үлкен үй, кітапхана, клуб, кәсіпорындар бар. Мамандар адамды жаңа өмірге бағыттайды. Өйткені үйірме мүшелерінің көбі есейген шағында көру қабілетінен айырылған. Аталмыш ұйымда зағип жандар өлең жазады, ән шығарып, би билейді. Тіпті жеңіл өнеркәсіпте де жұмыс істейді. В основном у меня дедушки, бабушки. Көбіне өмірде жолы болмай жүрген ата-әжелер тіркеледі. Бейімделуге көмектесеміз. Ұялы телефонды үйретіп, компьютермен жұмыс жасаймыз. Зағип жандардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға арналған арнайы кітапхана және зағиптар қоғамы өзара тығыз жұмыс жасап, түрлі мерекелік іс-шаралар ұйымдастырып тұрады. Книжный фонд библиотеки больше 68 тысяч экземпляров. Кітапхананың кітап қоры 68 мыңнан астам дананы құрайды. Бұл әрі ғылыми, әрі көркем әдебиет. Біз онлайн жұмыс істейміз, сонымен қатар аудио кітаптарымыз да бар. Шара соңында Қазақ зағиптар қоғамын Иса Байзақов атындағы облыстық филармония өнерпаздары мерейтойымен құттықтады. Құдайберген Бердімұрат, Кристина Каспирович, Аманбай Имбет, ертіс ақпарат.